Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер қызылша қосылған нан пісіретін боламыз. Өте пайдалы нан, сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен жылы суды алып, оған тұзды және де аштығымызды, теркадан өткізілген қызылшамызды салып араластырып аламыз. Кейін осылай бөлек ыдысқа сетадан өткен ұнды салып, үстіне қоспамызды қосып, және де грек жаңғағын уатып салып, барлығын бірге араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қыздар, қамырымыз сұйықтау болып кетіп жатырса, тағы да ұн қосуға болады. Мен де ұн қостым, сондықтан еш уайымдамай ұнды қоса беріңіздер. Дайын қамырды бетін жауып 20-25 минут қалдырамыз бөлме температурасында. Кейін осындай бізде қамыр пайда болады. Көтерілгеннен кейін өзіңізге керекті формада нан пішіндерін дайындайтын боласыз. Мейлі доңғалақ, мейлі кішкентай, мейлі сопақша, өз қалауыңыз бойынша. Онда сеуіп, өзіңізге керекті формада дайындап алып, бетін жауып, тағы да 20 минутқа қоятын боламыз. Бетін кесіп әрлесеңіздер болады. Кейін көтерілгеннен кейін 25-30 минутта пісіріп аласыздар. Міне осындай сіздерде нан пайда болады. Бұл нан өте пайдалы, денсаулыққа, әсіресе балаларға жеуге өте ыңғайлы. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер.